Сәлем достар, сіздермен Мадина. Бүгін нағыз сүтті, жұмсақ әрі дәмі керемет молочная девочка тортын дайындаймыз. Бірақ бұл жолы ерекше квадрат формада және 4,5 килограммдық алып нұсқасын. Ең бірінші торттың коржын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы 82% сары майға, жұмыртқа және 3 банка 3 желания сгущенкасын қосамыз. Негізі осы молочная девочка тортының жақсы шығуы сапалы сгущенкаға байланысты. Әдемі көбік болғанша шайқаймыз миксермен. Сосын ұн мен разрыхлительді қосып біртіндеп електен өткізіп, ұнды екіге бөліп қосамыз. Қамырымыз қою қаймақ секілді болуы керек. Қасықпен құйғанда жай ағып тұратындай. Мінекей, корждардың қамыры дайын болды. Менде тарасын алып тастаудың сіздерге керемет әдісі. Ыдысыңыздың салмағын біліп алыңыз, содан азайтасыз, немесе тура сонда менде екінші ыдыс бар, соның қойып тарасын азайтып, сосын ішінде қамырым бар, ыдысты қойып тарасын азайтып аламын. Мендегі форма 21/30, яғни А4 қағазының формасындай форма болды. Барлығын 7 корж болатын қылып бөлген кезімде 261 граммнан болды. Одан артық емес немесе кем қылып салмаңыздар, себебі торттың жан-жағы тегіс болмай қисық болып қалады. Егер тортыңыз мінсіз, әдемі болсын десеңіз, ровно бөліп жасаңыз. Әр қабатты 180 градусқа қыздырылған пеште шамамен 6-7 минуттай пісіреміз. Көбік сияқты көтеріліп, сәл сарғыш түске енсе, дайын деген сөз. Пісіп жатқанда иісі бүкіл үйге тарайды ғой. Мінекей, корждарым сап-сары болып әдемі болып пісіп шықты. Менде жалпы 7 корж шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Крем үшін маған мұздай сливки 33%-ық және творожный сыр 69%-ық, сонымен қатар қант керек. Негізі барлық торттардың оригинал кремінің рецептісі осы 3-ақ зат, бірақ пропорциялары әртүрлі болмақ. Яғни тортыңыздың көлеміне байланысты. Ал енді ең күшті процесс тортты жинау. Подложкаға осылай крем жағамыз, себебі тортымыз жылжып кетпес үшін. Мінекей, мен коржымның пергамент қағазы осылай керемет болып алынды. Әр корждың арасына молынан крем жағамыз. Бір-бірінің үстіне мұқият қоямыз, шеттерін тегістеп шығамыз. Мінекей, менде жалпы 7 корж шықты. Корждардың үстіне бір келкі қылып осылай кремдердің барлығын жағып шығыңыздар. Алып бізде жылжып кетуі мүмкін, сол кезде қатты бір-біріне кішкене қысып жіберсеңіздер, теп-тегіс шығады сол кезде торттарыңыз. Мен осылай бір түнге қалдырамын. Кез келген тортты жасаған кезімде мен бір күн алдын тортты жасаймын, сонымен қатар бір түнге холодильникке қоямын. Бетін міндетті түрде пищевая пленкамен жабыңыздар. Сол кезде крем мен корж бір-біріне сіңіп, тортыңыз өте дәмді болары сөзсіз. Ал енді осылай қалбынан шешеміз. Қалған креммен кішкене тегістеп жібереміз, сосын ең күшті сәт декорына келетін боламыз.
Мінекей жан жағын кремдермен тегістеп болғаннан кейін осындай вафельный крошкені 4 жағына жабыстырып шықтым. Және бұл тортым менің мамамның туылған күніне арналғандықтан кондитерский дүкеннен арнайы жазуы бар, аппақ ниет пен тілегі бар жейтін қағазды заказ бердім. Ол қағазда мынандай тілектер жазылған. Ал асты мастикамен қапталған. Осыны ортасынан бөліп, тортымның бетіне жабыстыратын боламын. Мінекей алғашқы бөлігін торттың бетіне жабыстырып жатырмын. Артық қиын еш нәрсесі жоқ. Торттың бетіне қойсаңыз болды, өзі жабысып қалады. Мінекей енді екінші аппақ тілек ниеттері бар бөлігін жабыстыратын боламын. Артылған креммен өздеріңіз қалаған узор түрлерін жасасаңыздар болады. Үстіне клубника немесе кез келген жеміс жидектермен әрлесеңіздер болады. Мен минимализмді қолдана отыра, тортымның кімге арналған, ол кісі неше жасқа толған және оған деген аппақ тілектерімді жаздым. Қалған кремдермен декор ретінде әртүрлі ою-өрнектер салдым. Басқа артық ешнәрсе жасаған жоқпын. Мінекей осымен менің 4,5 килограммдық квадратты молочная девочка тортым дайын болды. 1-ден 10-ға дейін бағасын беріңіздер. Рецепт ұнаса міндетті түрде жасаңыздар. Жаныңызға жақын адамның туылған күні келе жатса, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасаңыз. Бір жасағынан керемет шығары сөзсіз. Сонымен қатар отбасыңызға да қуаныш пен эмоция сыйлайсыз. Сіздермен бірге болған Мадина. Келесіде қандай рецепт түрін қалайсыздар, комментарияға жазыңыздар. Сонымен қатар арнаға міндетті түрде тіркеліп лайк басыңыздар.